Сәлем достар, бүгін сіздермен осындай ВПП пирожныларын дайындайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Каналыма жазылып, лайк басып, қоңыраушаны басып ұмытпаңыздар. Алда бұдан да көптеген рецепттер салатын боламын. Ал енді пирожныларымызды дайындауға кірісеміз. Алдымен сары майымызды шоколадымызға салып, микроволновкаға ертуге жіберетін боламыз. Сонан соң ұнымызға разрыхителімізді, какаомызды қосып араластырып аламыз. Сонан соң қантымызды жұмыртқамызға салып миксерлейміз. Біздің массамыз 2 есе 3 есе көбейгенше, көпіріп аппақ түске енгенше жақсылап миксерлейтін боламыз. Міне біздің жұмыртқамыз, массамыз дайын болды. Ал енді микроволновка ертуге жіберген шоколадымыз бен сары майымызды жақсылап араластырып, массамызға қосатын боламыз. Осыны миксердің көмегімен жақсылап араластырамыз. Осындай қоңырқай түске енуі керек. Жақсылап араластырып болғаннан кейін біз ұнымызды ситадан өткізіп қосатын боламыз. Барлық ұнымызды қосқаннан кейін түйіршіктер қалады бізде, какаоның, ұнның. Соларды да жақсылап өткізіп жібереміз. Массамыз біркелкі болғанша миксерлейміз. Міне осындай біркелкі араласып болғаннан кейін бізде осындай қою қамыр болады. Енді осы қамырымызды 10-15 минутқа тындырып қойып қоямыз. Тоңазытқышқа қойсаңыз да болады, сыртта тұрса да болады. Бұл не үшін бізде массамыз тағы да қоюлана түседі. Міне көрдіңіздер ме? Қамырымыз қоюлана түседі. Сонан соң біз салфа мешокқа, яғни кондитерский мешокқа салып, солай противенге солай құйып шығамыз. Менде осындай 2 противен шықты. Соларды қызып тұрған 180 градуста, 200 градуста қызып тұрған пешімізге пісіріп аламыз. Әркімнің пеші әртүрлі, сондықтан градусын өздеріңіз лайықты етіп қойып аласыздар. Ал енді осылай пісіп болғаннан кейін біз крем дайындаймыз. Кремге творожный сыр және сахарный пудрамызды салып, миксердің көмегімен біркелкі масса болғанша жақсылап араластыратын боламыз. Творожный сырымыздың түйіршіктері қалмайтындай түрге енуі керек. Сонан соң салқындатылған сливкиімізді өлшеп құямыз. Менде 34% сливкиімді жақсылап араластырып жіберіп құямыз. Сонан соң біркелкі қою масса болғанша кремімізді жай жылдамдықтан біртіндеп көбейтіп отырамыз. Қою крем болғанша миксерлейміз. Миксерлеріңіздің жылдамдығына қарай осындай қою массалы крем шығады бізде. Осындай кремімізді өзін қалпын ұстап тұратын крем пайда болады. Осыны өздеріңіз қалаған насадкада салып, осылай 2 қорждарымыздың арасына салып шығамыз.
кремімізді аз жағып қоймаймыз, көбірек жағамыз, сонда пирожноларымыз биік болады әрі дәмді болып шығады. Осылай барлығын арасына жағып шығамыз. Осы рецептпен менде 15-16 штуктық пирожный шығады. Менде 15 штук пирожный шықты. Осылай арасына кремдерін жағып шығамызда, қалған кремімізді біз бетіне гүл жасайтын боламыз. Рецепт описание қалдырып кететін боламын. Қарап, міндетті түрде жасап көріңіздер. Түрліше әрлесеңіздер болады, бетіне шоколад құйсаңыздар да болады. Мен шоколад құйған жоқпын, осындай гүлмен әрледім. Не осындай пирожноларымыз дайын бізде. Ал енді кондитерлік дүкендерде сатылатын осындай қағаз капсула деп айтады. Осы қағаздарымызға салып сәнін келтіреміз. Ал енді пирожноларымызды ыдыстарымызға салып, қонақтарымызға ұсына беруіңізге болады. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.